Ойдың түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Шалқар радиосының әуе толқынында Абай ғибраты хабары. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық арнасына құлақ түрген барша тыңдарман. Ұлттық арнаның тікелей толқынында Абай ғибраты хабары бағдарламамыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Нұрзат Рахатұлы. Микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Абай ғибраты хабарының тұрақты мейманы абайтанушы ғалым Асан Омаров. Қош келдіңіз, Асан аға. Рахмет, Ал енді Асан аға, біз өткен хабарымызда мына Абайдың хакімдік жайлы айттық, өлеңдерін әңгімеледік. Сол өткен жолғы Абайдың хакімдік өлеңдері шығармашылығының бір шұғылалы шыңы деген болатын біз аға. Енді мына соңғы 2 жылда сол шыңнан қайтқан кезде айтуымызға бола ма? Дәл солай, Жасұлан, өзі әлемдегі ең биік тауды Эверест дейді шыңда. Сол Абайдың шығармашылығында да Эверест сол Алланың өздірас деген өлеңімен, жаңағы Тасиқтың трактатымен сол шыңы болып табылады. Шұғылалы шың Абай шығармашылығы. Одан кейін соңғы 2 жылда қалам алмаған Абай атамыз. Ол енді сол шығармашылықтан қайтқан кезде соңғы 2 жылда айтамыз, бірақ бұл 2 жылдың қадірі, қастерлігі, Абайдың әр жылы өзі қадірлі ғой. Бұнда да айтатын жайттар бар. Абайдың өмірінде бұл да маңызды соңғы 2 жылда. Мына соңғы өлеңдерінің бірі жалын мен оттан жаралып, жарқылдап, рағит жайдайдар деп басталатын бір өлең бар. Осы соңғы өлеңдерінің бірі ғой бұл. Осы соңғы өлеңнің бірі. Өзі қарап отырсақ, Абайдың әрбір өлеңі себеппен жазылады. Себепсіз жазған өлең табу өте қиын. Өзінің әр өлеңнің өзінің тарихы болады. Әр жағында бір оқиға тұрады ғой. Мына өлеңнің бір несі осында сол көрген кісілер естелік жазып қалдырған. Мына өлең қалай жазылған. Соны қысқаша айтайын енді. Сол 1903 жылы Абайдың әдеті болады екен. Көктем түсе сала, ерте көктемде. Апрельдің соңы, енді майдың басы ғой. Сол кезде өзінің жылы үйіне шығып, Уранқай дейді, 4 қанат кішкентай. Уранқай дегенді тігіп, сол үйінен бір 100 метрдей көк ала. Киіз үйден кішкентай. Киіз үйден кішкентай ғана. Соны Уранқай тігіп, сонда отыратын әдеті екен. Жылда соны таза ауада, сонда отырады. Бірақ бұл кезде Абай қалам ұстамаған кезде, өлең жазуды қойған кезде, Уранқайда бұрын демалып енді отырған ғой. Сонда бір тосын уақиға болады. Ап-ашық аспанда бұл үйірілі қалады да, нөсер құйып беп кереді, жома кәрімет құяды нөсер деген. Одан кейін бір айналдырған бір аз уақытта әлгі бұл жөңкіліп кетіп қалады. Қайтадан шайдай ашылады. Bir тосын құлыс енді майда оған. Соны Абай соны қарап отырып қатты әсер алады да. Уранқайдың есігін ашып, өзімен бірге әлгі айттым ба, қалам мен қағаз жоқ бұл кезде. Ана үйдегілерге айға салады. Шаугынбай деген бір азамат болады сонда күтуші. Қағаз бен қалам әкел тез деп. Олар жүгіріп әкелгенде сонда бір демде әлгі 4 шумақты осы айтады. Жазып тастаған. Жалын мен оттан жаралып, жарқылдап, рағит жайдайдар дейді. Осылай бастатын өлең жазып береді. Рағит дегеніміз? Рағит деген ол періштенің аты, ол ана найжағайды сол басқарады деп саналады. Аспандағы нөсерді рағит деген ол. Соны аны көріп отырып таң қалған. Бұл енді Тәңірдің хикмет сезген адамның ғана содан туған өлең бұл. Анаған таң қалғаны, жай адам болды, нөсер жауды болды дейді ғой. Абай оған қатты әсер еткен. Мынандай өлең туғаны, сау ете түскені. Сондықтан өте маңызды болып саналады. Асан аға, енді мына Шәкәрім атамыздың түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі деген кітабында Абай данышпан хакім, философ кісі еді деп көрсетеді. Ал Көкбай Абайды былайша бағамдайды аға. Абайдай ұл тумағы болар ғайып, насихат үлгі шашқан жұртқа жайып. Ахуалын сөйлеп кетті заманның, әулие хакім деуге ол лайық.
дейді. міне қалай. Бұл осы Абай өмірінің соңғы жылдары осы әулие хакімдікпен өлшене ме, аға? Әлде соңғы жылдарында тағы да арпалыспен өткен заманның азабы басым болды ма? Ол осы соңғы жылдары Абайдың соңғы жылдары құпияға толы енді. Мұхтар Әуезов та оны соңына дейін аша алмай кетті. Көп адамдар да әртүрлі пікірде болды. Абайдың өмірінің соңы қалай болды? Неге 2 жыл бойы өлең жазылмады дегендей. Одан кейін мынау баласының қазасы Мағауияның қазасы кез келді. Сондықтан бұл арада екі жағы да бар деп ойлаймын. Хакімдік әулиеге жеткені ол маңызды, себебі ол ана өзінің миссиясын орындаған білген Абай. Енді жазарым жоқ, айтарым жоқ деп ол өзі солай шешкен. Себебі осыған дейін айтқандарын, осыған дейін жазғандарын қағаздықтың баласы оқып сіңіріп алды енді. Ол әрі қарай жазуды қаламаған. Тіпті әлемдік деңгейге шыққанын білген. Мына Тасих трактатында Алланың сипатын жөйлеп, толық адам ілімін жасау өте зор еңбек, рухани еңбек. Бұл әлемдік ой сана қосқан үлкен үлес біле білсек. Міне соның бәрін орындағаннан кейін Абай соны жазуды қойған, миссиясын орындаған сезген. Екі жағынан жаңағыдай сыртқы жағдаяттар денесі толып, өзінің бәтеңкесін өзі байлай алмай жағдайға жетеді. Денсаулығы нашарлап кетеді. Себебі қан қысым көтеріледі. Семіздіктен ғой. Иә. Бұл қозғалсыз болатыны жаңағы басында қан шашып нетеді, қозғалуға қиындатады. Одан кейін ол бұрын салт атпен жүре беретін кісі өмір бойы. Соңғы кезде жайлауға шыққан тек арбамен ғана жүрген Абай. Соңғы тек арбамен жүрген. Осының бәрі оның үстінде жаңағы Мағауияның 2 жыл ауырып жатқан, қатты ауыр, туберкулезбен ауырған. Соның бәрі одан кейін ана Ысқақ інісі қайтыс болады осы жылдары. Мағауия дүниеден өтеді, содан кейін көп ұзамай 40 күннен кейін Абай өзі көз жұмады. Осындай бір шиеленістер енді оның бәрі айналып келгенде Абайдың өте мол арпалыспен, тартыспен өткенінің куәсі өмірдің. Ол Абайдың біз 60 жыл дегеніміз шын мәнінде жай адамның 120 өмір сүргеніне тепе-тең. Себебі ол уақыт тығыздығы өте сондай тығыз болған. Ол кәртайдың қайғы ойладым дегенде расында да 40 жасының өзінде ол 80 жастағыдай болған. Себебі өзін үлкен жүк алған. Мұқым қазақтың санасын көтеру, мұқым тоқ телін үйретіп тәрбиелеу, дау-дамайға түсу, Оразбай сияқты жаулармен алысу арасында бәрі бір Абайдың басына түсті ғой. Жаңашылдық, жаңа поэзияны, жаңа бағытта әкелу дүниеге өте қиын. Ешкім көнбеді, ешкім сөзіме дейді, әдетіне қарысып. Сонда адам көңілі қалай, егер сенің сөзің көнбесе, әрине сен қиналасың. Міне осындай жағдайлардың бәрі жиналып кеп, Абайдың өмірінің соңында осындай кішкене дертті жағдайға ұшыратады. Асан аға, енді қазір әсіресе мына көп жастар Абай орысты жақтаған, мына отаршылдық туралы айтпаған деген әңгіме бар. Абайдың мынадай бір өлеңі бар: іште дерт қалың, ауыздан жалын бұрқ етіп көзден жас шықсын дегені осы отарлық бұғауды да астарлап айтып тұрған сияқтағы. Әлбетте Абайдың бұл көзден жас шықсын деген мен 4-5 өлең кездестірдім. 8 аяқта да бар, иә? 8 аяқта, одан кейін 3-4 жылдан кейін жазған. Бұл көк ала бұлт сөгіліп дейді. Күн жауады кей шақта. Өне бойы мегіліп, жасаға даулақты. Ол елдің көзінше жыламайды. Өзінің бір төбесі болған. Сонда барып ойланып отырып көзін жасағып отырады. Сонда ол жасағып отырғанда ол тұрмыстық жағдай, кедейшілікке олай егілмес еді. Мына жаңа отаршылық жағдайы, қашан біз ел боламыз ба болмаймыз деген үлкен мәселе. Абайдың көзіне бұрқ еткізіп жасағызып отырған сол мәселеде. Сондықтан Абай әрине ешқандай да үндеген жоқ, үндейді дейді, көтеріліске қарсы айтып. Себебі Кенесары көтерілісінің тарихын Абай өте жақсы білген. Оның неге ұшырағанын. Кенесары сияқты Кенесары көтерілісінің өзін жауып тастаған орыс әскері енді ол кез келгеннен дайын тұр. Ол мүмкін емес. Саяси еркіндікке жол жабық. Мұны Абай жақсы біліп отыр. Сондықтан ол неге үндеу керек, неге халықты босқа арандату керек. Ондайды айтпаған ол. Бірақ бостандықтың екінші жолы мына ғылым білім арқылы. Ана татар сияқты қарайық, татар дәл ана орыстың иегінің астында отыр. Бірақ терезесі тең болып отыр. Абайдың көздеген сол. Сол арқылы отарлықтың
қамытын тастаймыз деген ақыры 1991 жылы солай болды ғой. Совет одағында қалдырған бәрі тең болды, теңесті прогрестің арқасында. Одан кейін ол оп-оңай құлады империя. Міне абай соны бір ғасыр, бір жарым ғасыр білген, соған үндеген ғылым білім арқылы. Одан кейін екінші жолы адамның өзін өзі тәрбиелеу, адамгершілік тәрбие. Егер қазақ ұлт ретінде өзін өзі тәрбиелеген, жаңа өзі айтқанда кемел адам, толық адам жағдайында болса, ол ешкімде аяқ асты ете алмайды. Сондықтан бұл бодандық туралы Абайдың көп ойланған тақырыбы, мына әсіресе Ескендір деген поэмасында, оны мен 1894 жыл жазған дәлелден, сонда Ескендірді Абай ғана басқаша жазады. Ол Ескендір поэмасы мен Ресей патшасының билігіне параллель жүргізіп отыр Абай. Параллель. Неге? Ескендір, бұрынғы жақсы Ескендір, Зұлқарнайын деген бұлай енді пайғамбар сияқты болған шығыста. Абай айтады оны. Нағыз қанды көз тоймайтын жерге алуға деп сондай сипат. Сонда Николай II дейміз, Николай дейді қазақ. Сол патшаларды айтып отыр ол. Соларды көздеп отыр. Қазақтың жеріне кіріп жатыр, қаласын салып жатыр. Қор болып құрып барасың дегені, ол ана тек малдан айырылық деп отырған жоқ Абай. Мына жерден де айырыламыз. Қалай ел боламыз одан кейін. Қазақ жайбарақат жүр, ұйқылы. Сондықтан бодандықты Абай өте әр шығармасында көктей өтеді. Бірақ ол ана тәуелсіздік деп айтпайды. Мына жағдайымызды қараңдар, ойланыңдар деп айтады. Соның өзі ол бодандыққа меңзегені. Жау болып досқа, қор болып босқа деген енді өзің өзі біріңе біріңдер деген өте үлкен недер жатыр мәселеде. Асан аға, енді Абай атамыздың мысалы көптеген өлеңдерін сіз осы еңбегіңізге қостыңыз, иә? Жаңа өлеңдері, тіпті біз бұрын соңды оқымаған өлеңдерін қарап оқып жатырмыз аға. Мен енді қазір оқып отырмын бұл өлеңді. Шынымен енді бір керемет өлең. Осы бұл өлең қай уақытта жазылды? Тоқ татуды сыйламай, аштарға берген ас артық дейді. Үйді босқа бұлдамай, қатерге тіккен бас артық дейді. Керемет сөз. Бұл Шәкәрімнің жазған мақаласына табылды ғой. Шәкәрім мақала жазған, қазақ деген қазақ газетіне. Сол мақалада Абай ағам осылай айтқанда осы шумақты келтіреді. Сол қазақ газетінде жарияланған. Енді Шәкәрім айтып отырғаннан қалай күмән болмайды, Абайдікі деп өзі айтып отыр Шәкәрім. Сондықтан бұны неге айтты деген мәселе. Шәкәрім де соны келтіріп отыр. Мына азаттықты аңсаған 1903-4 жылдан Россияда бүлініш басталды, шаруалар көтерілісі басталды. Бүкіл империяда қозғалыс кетті. Абай оның бәрін біліп отыр. Тәржіман деген газет оқып отыр, бұлай да біліп отыр. Оған Абай соған көңіліме сол жақта болған. Мұна нені айтқанды жаңағы бір ауыз сөзді. Жаңағы Көкбайға айтып отыр. Жаңа қасындағы Шәкәрімге, Тұрағұлға, Кәкітайға, Содарға айтқаны міне. Сендер үйде отырмаңдар, семейге барыңдар. Партия құрған жігіттердің қасында болыңдар деген өсиеті бұл. Үйде босқа бұлдамаңдар. Қатерге тіккен бас артық. Расында да қатерге басын тігіп Шәкәрім мен Кәкітай. Әлихан Бөкейхан түрмеге түскенде, 1907 түскенде де барады, 1912 жылы тағы да Семей түрме түскенде, сол бүкіл Семей қазағынан сол екеуі ғана келуге жарады дейді Әлихан айтады. Қорықпай. Себебі бұнда келіп жөн сұрасының өзі қара тізімге ілінесің. Міне Шәкәрім мен Тұрағұлдың Абайдың өсиетін орындап жүргеннің белгісі болды. Тұрағұл енді соңына дейін болды ғой. Алаш партиясында соңына дейін болды Тұрағұл. Шәкәрім атылып кетті. Сондықтан бұл арада тағы бір шумақ өлеңін айтып кеткім келіп тұр, тәуелсіздікке қатысты. Сол 1903 жылы көктемде Шәмбердің Қосшығұлов дегеннің қатын іздеп Семейден полициялар келеді, полицейлер. Ішінде офицер бар дегендей. Ауылда тінтіп, сол қатты тауып алады, одан кейін сонда енді біраз не болады, адамдар абдырақ болады енді, аның бәрін қопарып, аназ деген бұл сонша деген. Одан кейін бірақ енді достық жағдайда қайтады отыр Семейге. Сонда Абай анау полицияға қалды деп бір жігіттер шауып барып Абайға айтқанда, Абай сыртта жүрген ғой қыдырып. Сол жүгіріп келе жатып сүрініп кеткен екен. Асығып келе жатып енді офицер келді. Сонда айтқан шумақ өлең былай дейді.
еріксіз түскен ылдидан дейді, еркіңмен шыққан өр артық, өз еркіңмен. Иә. Қорлықпен өткен өмірден көсіліп жатқан көр артық дейді. Міне абайдың өр мінезділігі. Сонда анадан кеп тексеріп жатқан намыстанған, ол қағазын бәрін ақтарып, сол бір қатқа бола сөйтіп жатқанына айтқан сөзі. Сонда бұл да нені білдіреді? Бұл отарлыққа қарсы рухты білдіреді. Абай әлгі отарлық туралы ештеңе айтпады деген оның бәрі келмейді. Біз оны бұл өлеңдердің бәрін кезінде талқылаған жоқ, түсінік берілген жоқ. Сондықтан бұл қала берді бұл өлеңдер. Ал енді Асан аға, ең соңғы өлеңдерінің бірі деп мына күнайым көп иллахи кешіре көр мұңымды деп басталатын өлеңі бар ғой. Бұл өлеңді де қазір толыққанды оқып айтып шығармыз аға. Мына күнайым көп иллахи деген күнәм көп деген мағына бере ме? Ол күнәм деген емес. Күнайымның екеуі екі бөлек. Бұлар да күнайым деп саналы түрде емес. Байқаусызда өмірдің ағысымен жасаған бір қателіктерін айтып отыр. Күнайым. Байқамай жасалған нәрсе күнайым. Бұл күнә емес, қателіктерін. Ал күнәһарлық ол үлкен не болады. Ол саналы түрде. Қиянат жасағандығы. Абай қиянат жасамаған ешқашанда. Бірақ өмір болғаннан кейін әртүрлі мақтанған кезі болған, әртүрлі бір күйіп піскен кезі болған, енді адамға ашуланған дегендей. Сондай көп жағдайларда ол өзіне лайық деп санамай күнәйім деп айтқан сол. Бұны әрі қарай былай айтады. Күнәйім көп иллахи кешіре көр мұнымды. Барар басқа жерім жоқ. Сұндым хаққа мойным дейді, Құдайға сұндым дейді. Атанам едің қара жер, аша көренді қойныңда дейді. Міне бұл тіпті өлерінен 2 шақ күн бұрын күбірлеп айтып жатқан өлең екен. Соны көңіл сұрай келген ақсақалдар маңайда, Ырғызбай ақсақалдар. Соны естіп, оқып жазып алған. Сол ақсақалдардың естелігіне табылған шумақ бұл. Бұл да Абайдың өзінің дұғасы сияқты айтқаны көрдіңіз бе? Біз енді ла илаха иллаллаху Мұхаммед расулуллах деп қайтарып жатады. Мына кісі ақындық өнер, ақын болғаннан кейін өмірінің соңында да сол өзінің ақындық тілімен күнәйім көп иллахи кешіре көр мұңымды деп айтқан. Бұл арада Абай өзінің кім екенін білгендігі, басқа бір күнәйім көп деп айтпас еді мысалы. Абайдай классик, Абайдай философ, көп халыққа жақсылық жасаған адамның өзі сөйдеп тұрғаны Абайдың өте Құдайдың барын сезгендігі, ихсан дейді. Сол шын иманымен айтқан болып табылады. Бұл өте маңызды нәрсе. Енді Асан аға, мына Мұхтар Әуезов Абай туралы ақындықтың Әбілхаят суын ішкен, өлімді жеңген, мәңгі тірлік тапқан деп келеді, Әбілхаят суы мәңгі деген сөз ғой, мәңгі суын ішкен. Арабша мәңгі. Екі жұрттың дүниежүзілік мәдениетке жеткізем деушінің ең алдындағылардың бірі болған. Елі жұртын, елі жұртын осы мәдениетке жеткізем деушілердің ең алдыңғылардың бірі болған деген екен. Ал енді осы Абай сөздері ескіретін заман, уақыт бола ма аға? Соны айтайық енді, бірақ мына Мұқанның айтқанын Карамат айтқан. Бұл ана жай ғана мәдениет деп отырған, дүниежүзілік мәдениетке жеткізетін деп, Абайдың кім екенін білгендігі. Біз қазір айтып жатырмыз, Абай әлемнің кемеңгері, соны танып білейік деп. Мұқаң да біліп отыр оны. Дүниежүзілік мәдениетке шығарушы алғашқы қазақ деп отыр, халқын, жұртын. Өте маңызды айтқан. Және Әбілхаят деген ол мәңгілік. Біз қазір кейбір адамдар не істейміз? 1,5 ғасыр бұрын Абайдың сөздерін қазір ескірді. Қазіргі заманға келіңкіремейді. Балалардың босқа миын шатастырып, Абай деп жүрміз дегенді естіп қаласың. Бұл өте қате сөз. Адамның жаны мен тән болмысы ешқашан өзгермейді. Оның жаны мәңгі қала береді. Сондықтан жан туралы сөз, жан туралы азық, ол да мәңгі. Абайды ескірді деген адамның өзі ескіріп қалған. Абай барлық тірілерден де тірі болатын. Біз Лениндік кезінде айтып жүрміз, живее всех живых деген. Солай болады. Себебі Абай мына жанның не екенін түсіндіріп, жан тану білімін жасап, соны түгел байыптап айтып, халқына даналы жол тастаған.
біз боламыз десек, біз алда боламыз десек, абайдың сөзін ешқайда кете алмаймыз. Себебі басқа данышпан болмайды ондай. Қайталанбас тұлға ғой. Сондықтан мына Әуезовтің айтқан сөзін өте дұрыс келтіріп отырсыз. Біз қазір егерде абайды осылай ғана науқанға айналдырып, жай ғана айтып қойып, әрі қарай тағы жыл жауып тастасақ, бізге өте қиын болады қазақ халқына. Онда біз төмен қарай құлдырау тіпті кете береді. Бізге қазір бір шанс беріліп тұр. Абайдың жылы кеп, сол абайдың етегін ұстап қалуға мықтап тұр. Ол ұстап қалу деген сөз абайды мектепке кіргізу, тәрбиеге кіргізу, оқулықтар дайындап, түгел басшылық қалу абайдың рухын. Сонда біздің әлгі рухани жаңғыру дегеніміз бастамамыздың бәрі қозғалып кетеді, локомотив болып. Қазір ол орында тұрады абай, себебі абай рухани көсем екенін мойындау керек. Мұны мойындамасақ, онда біз қандай ұлт боламыз, оны айту өте қиынға соғады. Әлгі қазірде жүрміз ғой, жартымыз қазақша білеміз, жартымыз білмейміз дегендей. Жартымыз діндарымыз, жартымыз дінді білмейміз дегендей. Ағымдар қаншама. Осының бәрін абайдың дүниесі шешіп беріп дайын тұр бізге. Міне алыңыздар, қолданыңыздар деп абай атамыз айтқан. Ол дүниені қолдану үшін Асан аға, шынымен де мықты терең абай танушылар керек қой бізге. Әрине, қалыптастыру керек, ол өзін-өзі пайдаланбайды. Мектеп бағдарламасына енгізу деп жатырмыз. Мектеп бағдарламасына дәл осылай енгізсек, бәлкім оны өсіп келе жатқан жас ұрпақ санасына сіңіре алмай қалуы әбден мүмкін ғой. Одан кейін толық өзі игеріп кете алмағаннан кейін адам алыстай береді, оқығысы келмейді. Сондықтан біз енді мысалы бастауыш класста абайды қалай оқу керек, жоғары сыныпта қалай оқу керек, біз университетте қалай оқытуымыз керек абайды. Ал одан кейін абайдың мысалы үшін қай саланы алып қарасақ та өзіміз айтамыз ғой, абай заңгер дейміз, абай аудармашы дейміз, абай композитор дейміз. Қырлар өте көп. Осының абайдың әр қырына арнайы өздеріңіз тәрізді үлкен абай танушы ғалым ағаларымыз бір-бір шәкіртті арнайы бағыттап отыру керек тәрізді. Өйткені жалпы абайды танимын деп айту бір ғалымның. Бұл өмірі жетпейтін дүние ғой, жалпы абайды тану деген. Қазір ең маңызды мәселе менің ойлағаным қазір абайдың өлеңдеріне философиялық жағынан кеп, философиялық ой танымдарын ашып беру керек халыққа. Қазір халық соған зәру. Өлеңдерін түсіндіріп, өте маңызды. Соны түсіндіргенде екі деңгейде баладарға да бір түсіндіру керек. Баладар жұта алатындай қылып. Одан кейін ересек студенттерге, үлкен ересектерге жаңағы екінші рет түсіруге болады. Тереңдетіп. Сонда сол мәселенің бәрі абайды танимыз деген ол абайдың өлеңіне берген түсінікке байланысты болады. Міне, егер түсініктер дайын болса, одан оқулық жасап түкті де қиын емес. Бөліп оқулық жасаймыз. Сондықтан ал абайдың сөздеріне түсінік бермей жүрекке жетпейді. Өте маңызды қиын нәрседер. Себебі арасында діни ұғымдар басқадар килігетті бұза береді. Абайды жақсылап таныған адам ғана ол адаспайды. Түбіне дейін. Жүрегің түбіне терең бойла деп абай осыны айтқан. Әр адам жүрегімнің емес, жүрегіңнің деген. Кейбіреулер айтып жүр, абай өзімнің жүрегіне, ешкім жүрегіне бойлай алмайды. Жүрегіңнің, өз жүрегіңнің түбіне терең әркім өзінің жүрегіне терең. Сонда табасың шын асыл дейді. Әр адам жүрегінде неге? Әр адам жүрегінде жан бар. Жан бар жерде иман бар. Ол абайдың жүрегі емес, сізге өзіңіздің жүрегіңіз маңызды. Өзінің жүрегі бар. Өйткені мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла деген сөз тұрғаннан кейін, әлбетте мен бір жұмбақ адаммын дегеннен кейін менің жүрегіме терең бойла деп ойлап, солай оқып жазылып та жүр кейде жүрегімнің деп, шындығында жүрегіңнің деп кісінің айтады. Әркім сонан табасың шын асылды дейді. Бұл өте дұрыс, себебі әркім өзінің жүрегін тазаласа ғана ол шындықты көре алады хақиқатты. Ол абайдың жүрегі былай да таза. Сен оның жүрегін арқылы өмір дүниені көре алмайсың, біреудің жүрегі арқылы. Сен өз жүрегің арқылы көресің. Әр адамның өзінің жүрегінде күрес өтеді. Әлгі эгоистпен көпшіл дейміз ғой. Әлгі екі махаббат пен ғазауат майдандасады, ол әр адамның шын жүрегінде. Өзі солай туады деп абай айтады.
анадан туғанда бала екі мінезбен туады дейді. Біреу тән үшін давай ішеймін жеймін ұйықтаймын бітті. Екінші мінезі жанды бағалап Құдай барды білгісі келіп, сондай ғылымға талпынып туады. Міне сонда бір бала кішкентай сәби туғанда уже жүрегінде екі мінез тұр оның. Сол екі мінез өле-өлгенше шалысып өтеді. Адам періште болып кетмейтін сол ғой. Ол 60-ға келгенде қателесуі мүмкін, 70-ге келгенде қателесуі мүмкін. Егер өзін өзі есеп бермесе, өзін өзі есті адам қатарына қосуға талпынбаса. Себебі мәселенің бәрі жаңа айтып отыр ма? Жүрекке тіреледі. Асан аға, енді жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, махаббат пен ғадауат майдандасқан деп. Осы махаббат пен ғадауаттың майдандасуын айтып беріңізші аға. Абай атамыз жалпы екі адамның арасындағыны махаббат емес, махаббат деп емес, ғашықтық деп айтады, иә, қара сөзінде де, өлеңінде де. Асық деп келеді, бес нәрсеге асық бол дегенінде. Ал енді махаббат деп тек қана Аллаға. Иә. Махаббат деген ол Алла да, Алланың барлық істегендері бәрі махаббат. Айтылған дүние. Әлем толы махаббат. Ал енді жүректе махаббат пен ғадауаттың бұл енді майдандасуы. Бұл оңай нәрсе. Жаңа айтқандай, жүрек өзінікін қалайды, жан. Жанға керегі басқа. Ол кітап оқысы келеді. Бұл нәпсімен Аллаға деген сенім екеуі күрес. Әр адам жүрегінде арпалысады. Сен таңертең тұрасың, кешке дейін сол қайсын істерін білмей жүресің. Байлыққа қуып кетсең, тәннің тілі ол да керек. Мұны жан әрекеті, біреу қайырымды жасау ол да керек. Соның екеуінің арасында адам, кез келген адам сенделіп жүреді екеуінің арасында. Ғадауат пен махаббат майдандасқан деген сол кәдімгі тіршілік, күнделікті. Сіз жақсы адам боламын десеңіз, өзіңізді өзің есеп беріп жеңіп отыру керек ана тәннің тілегін. Қоя тұр, қанағат тұра тұр. Біз мынаны істейік деп. Қанағат пен рахымға көбірек бұйырса, ол махаббат деген сол. Ал ғадауат деген, ой, тек маған ғана бола берсін, ақша жинай берейін деп, ал дүние оң сараң дейміз, нешедір қиянат көп қой. Сондықтан бұл ғадауат пен махаббат майдандасқан деген құпия жоқ, оңай. Біреу тәннің тілегі, біреу жанның тілегі. Адам болғаннан кейін ол екеуі қатар жүреді. Жаңа біз оқушыларға, студенттерге Абайды түсіндіру үшін ол өзі Абайды терең білу керек деп қалдыңыз, Асан аға. Ұстаз білу керек. Ұстаз білу керек. Ал енді Абайды терең білу, Абай бұл үлкен ғылым. Абайды терең зерттеу екінің бірінің қолынан келе бермейтін шығар аға. Абайға қалай келу керек? Абайға келу үшін адам қандай болу керек аға? Ол үшін мемлекеттік қамқорлық алып, бұл Абайдың институтын сондай қалыптастыру керек. Абай тануды. Бұл Мұхтар Әуезовтің кезінде болды, қалыптаса бастаған. Одан ол кісі қайтыс болғаннан кейін бітті, жабылды, тоқырау. Биыл жасалатын дүние ғой бұл. Иә, биыл жасаймыз деп жатыр, соны бастап жасай бастау. Алдында әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Ғалым еместерді Абай танушылап жүрекпін. Бірақ келе-келе көш түзеледі ғой. Ол Абайдың сөзіне философиялық мән бермей, біз Абайды аша алмаймыз. Философия деген ол рухани дүниені ойлау. Жан әлемді философия дейді. Бұл жарық дүниедегінің бәрі философия емес, бәрі түсінікті. Механика сияқты. Анау былай көрініп тұрған нәрсе. Бәрі түсінікті. Көзге көрінбейтін философия. Көзге көрінбейтін нәрсе Абайда көзге көрінбейтін нәрсені түсіндіреді. Бірақ көзге көрінбейтін нәрсені түсіну үшін шын иман керек дейді. Шын иман деген өте ойыншық емес. Әсіресе жастар оған жете алмайды. Себебі қан қызу ғой. Ақыл көп, күш көп. Сондықтан 40 жасқа дейін Абай танушы болдың мен сезікпен қараймын. Мүмкін емес. Өмір тәжірибе кішкене соққы көріп, Абайдың өзі 40-та бастады ғой сен. Содан кейін ғана сен Абай танушыға, Абайдың ізін сезіп, шын иманға сеніп, хақиқатқа көзің жете бастауы мүмкін. Сондықтан Абай танушы 50 жаста да, 60 жаста да, 70 жаста да Абай танушы бола береді. Бірақ жаңағыдай талпынып үйренем деген, енді 20 бастаса ол несі жаман, ол бастау керек. Бірақ ол үлкен Абай танушы бола алмайды. Себебі Абай танушы болдың, айтып отырмын ба, көрінбейтін әлем қатысы нәрсе болғандықтан. Діннен хабары болу керек, өте білімді болу керек. Ілімді. Ілім дейді. Ілім болу керек. Одан кейін жас 40-тан асу керек дейсіз ғой Асан. Иә, жас 40-тан асу деген өте маңызды. Пайғамбардың өзі 40-тан асқанда, Мұхтар Әуезов Абай жолын 40-тан асқанда жаза бастады. 40 деген ол өзі шығыстан белгілі. Шәкәрім дейді, 40-тан кейін Қырымды қараң дейді. 40-тан 40-қа дейін ғана оқыма қарамай-ақ қой дейді. Шәкәрім айтады. Шығарма ол 20 жасынан бастап жазған кісі.
қырғыттан кейін қырымды дейді. Сонда бір шығармашылықтың бір шарықтайтын кезі, ақыл толады. Ақыл толысатын кез осы 40-тан кейін ғой. Оң мен солды айырасың. Жақсы жаманды айыру деген, арам мен адалды айыру. Ол өмір тәжірибесімен келеді. Абай айтады, өмір өзі хақиқат дейді. Хақиқат қай жерде жоқ болса, кемелдік те жоқ дейді. Өте маңызды. Кейбір сопылар айтады, жап-жас баладар, біз сопы болдық деп, өмірден сырт кетіп, дұға қылып отырып, монастырда, мешіттерде. Ол өмірді көрген жоқ. Ол бұл арада дұрыс па деген мен сенімсіз қараймын, сенім. Абай айтады, өмірмен барып ал, өмірден ал. Өмірге пайдаң дейсің. Тіршілікті суыма, ішіне араласып, қайнап жүріп, өз солай өмірін сүрді. Халықтың ішінде жақсы жаман бәрін көріп, сол шешіп, ақырында мені ауруды да содан тапты. Солай болды. Асан аға, бізге берілген уақыт аяқталды. Шығармашылық табыс тілеймін. Отбасыңызға амандық тілеймін. Аман болыңыз аға. Рахмет, біраз хабарды жүргіздік. Жасан өзің халықтың атынан жақсы айтты. Дикцияңда, сұрағыңды бәрі орынды болып, өте дұрыс жүргіздіңіз. Рахмет сізге. Рахмет. Мінекей құрметті тыңдарман қауым, сіздер Шалқар радиосының Абай ғибраты хабарын тыңдадыңыздар. Студиямызда қонақта болған абайтанушы ғалым Асан Омаров, бағдарламаны жүргізген Жасұлан Наурызбайұлы. Келесі тікелей толқында тілдескенше ағайын, ел аман болсын.